Ереге? Тыныштық па, не болды? Айбар, көмектес. Баб Мерхатпен карта ойнап, үйдегі машинаны ұтылып қалды. Тұра тұрыңдар, не қазір? Биыл сырттай болса да оқуға түсуім керек. Машинаны да сол үшін саттым. Көкең биыл сырттай оқуға түсем деп отыр. Тірі болсаңдар әлі талай машина мінесің. Жүр, учаскеге барайық. Бәрін басынан бастап түсіндіріп айтып бер маған. Арыз жазасын. Тым тез келдің ғой. Бір esa жүрмедің ба? Әкім! Әкім! Жай. Әкім. Ақымақ. Әкімнің аккумуляторын алып жүрсің ба? Ауылда машина құрып қалдың ба? А? Машинасын мен алып келесің ба тағы? Багажинге салды әкімнің өзін. А? Болды енді сал. Так, бұны тез шығарып тастау керек орманға. Свидетель жоқ. Ешкім көрмеді. Бір-екі апта жасап, одан кейін сатып жібере саламыз. Болдың ба? Кеттік. Не жатсың? Алған машинаң қайда? Түнмен қайда болдың? Машина Ерболдың үйінде тұр. Қазір айдап келем. Мама алып қалды. Не болып қалды? Көке, қазір ғана көзіңді оятпаңызшы.
демалып алсын. Балам, meni kechiringlar. Quvarak tümüne jetip oldu. Pap, Araqtın zaman ekenin bilen balam. Bırak sonra. Kol seveti yürütüp gitti koy. Endi qaytamiz. осы советтің өлгеніне 30 жыл болды ғой, пап. Адамның өзіне байланысты бәрі. Тастаңыз шарақты. Жаман екенін біліп тұрып неге ішесіз? Бүкіл пәлені советтен көріп, өз-өздеріңізді ақтай бересіздер ме? Егер де сіз арақ ішпесеңіз, мына үйде береке болады. Көрмейсіз бе? Не болдық? Түріміз мынау. Әсіміз мынау. Жалғыз машинаңды да құртып кеттім. Кешірші балам. Пап. Әңгіме машинада емес. Әңгіме жалпы біз туралы. Әне мамам 2 күннің бірінде ауырады. Өзі мектепте мұғалім, балаларға сабақ береді. Ал күйеуі арақ ішіп, карта ойнап жүр. Ел күледі. Сырттан сөз болады, көзге шұқиды. Осының бәрін көтеріп жүру оңай дейсіз бе? Әне, қызыңызда бой жетіп қалды. Ертең күйеуге беруіміз керек. Мен сізге ақыл үйрететін адам емеспін ғой, пап. Өзіңіз де түсінесіз ғой бәрін. Немере сүйетінде жасқа келдіңіз. Ал машинаны ойымдамаңыз. Мен Айбарға ар жазып кеттім. За угон и за разбой. Қаматам. Олардың істегені жетеді. Балам. Машинаны мен өзім атылдым ғой, балам. Карточный долгпай айтып тұрғаныңыз? Біз алаяқтарын айтқанымен жүрмейміз. Карточный долг түгіл басқа болса да заң бар. Біз оларды соттатамыз. Өзің біл, балам. Әкең ақмақтық жасады. Пап, бәрі жақсы болады. Тек арақ ішпеңізші. Бәйде беріңізші маған. Сол аккумуляторды ғана ұрлапты. Мен бұл пәле кімдерден келген білем. Мен сені арыз жазайын ба?
Жаз. Бәрі жақсы ма қызым? Иә, бәрі дұрыс. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Қалай жау екен? Бәрі жақсы ма? Не yapmışsın? Сол қызметте ғой. Маған керек заттарға көмектесіп жүр. Сіздің машинаңыз бұзылып қалған жоқ па? Көрдің ба? Саған көмектесіп жүр. Енді олай айтсаңыз ренжимін. Балапаным менің. Жүр кеттік. Үйге жетіп тастайын. Жоқ, мен осында қалам. Курс басталады. Дайындалуым керек. Қазір ербол келіп ақша тастап кету керек. Базарға барып бір-екі нәрсе алам. Ақшаны маған айтсайшы. Базарға да бірге барып келеміз. Жоқ, рахмет. Ұят болып кетті сенен. Онсыз да орындықтарды әкеп бердің ғой. Жанар, мен сен үшін тауды да көтеріп алып келемін керек болса. Жоқ, рахмет. Сен жүре бер. Менің біраз жұмыстарым бар. Сол ербол келмейтін сияқты. Сөзінде тұрмайтын жігіт қой. Алло. Қалыңыз қалай Бақытжан Атович? Иә. Бүгін бе? Жақсы, барам. Не болды аға? Ауданға шақырып жатыр. Демалайықшы. Қарным ашып тұр. Ішім бүріп барады. Қарның ашса қоян аулап жейді. Мен қалай істеу керектігін білемін. Тезірек алып табайықшы, өтірік айтпай. Өтірік айтып тұрған жоқпын. Табамыз. Шыда кішкене. Маған ауылға баруға болмайды. Көкем көрсе сабайды. Машинаның ақшасы бар. Мүмкін сен ақшаны көкеңе беріп кеткен шығарсың? Жоқ. Қалтама салып алғам. Кеше ел достардан қашқанда түсіп қалды аудың. Солар тауып алған шығар. Енді олар өмірі мойындамайды. Ауылға баруға болмайды. Сен сонда қалай өмір сүрмекшісің? Қазірдің өзінде қарнымыз ашып тұр. Білмеймін. Осы орманда қалатын шығармын. Қыста қайтесің? Қатып қаласың ғой? Қысқа дейін үй саласың ба? Онда мен де сенімен бірге қалам. Біз бірге келдік. Ендеше бірге қаламыз. Кетсек те бірге кетеміз. Ішім ауырып тұр. Шыдай алмайм. Бақа, сен осында жата тұр. Сәкен, сен Бақаны ішін істей тұршы. Мен қазір. Орманда не көп? Қоян көп емес пе? Сұлу, не істеп жүрсің? Сәкен бұзауға су берген жоқ па не әлі? Жоқ. Қайда ол? Кеше сізбен бірге болған шығар деп ойлағам. Кейін жоқ дейсің ба? Неге маған айтпағансың? Сіз сұраған жоқсыз ғой? Сағындықтың үйінде шығар, шақырып келейін бе? Жоқ. Кештен бері. Ақша кейін жоқ па не сонда? Қандай ақша? Машинаның ақшасы. Тоқта. Сәкен қайда? Ағасы соң. Алейкумсалам. Ербол, тоқташы, уақытың бар ма? Саған бір нәрсе айтайын деп едім. Аға, өткендегі кешіріңізші. Мен ашуға беріліп дұрыс болмады. Сен де түсін. Әкең жұмысқа келмейді. Пайдасынан зияны көп болған соң, амал жоқ жұмыстан шығады. Ал енді күні мешітке көмектестігенім
Өзің көрдің ғой. Үлгере алмай жаттық. Іштен кеткен жоқ қой, Ербол, шыныңды айтшы. Арыз сен жаздың ба? Қандай арыз? Ауданға мен үстімнен арыз жаздың ғой. Өзіме келіп жағдайды түсіндірсем болатын еді ғой. Аға, не айтып кеттіңіз? Қандай арыз? Жарайды, қойш. Апай сағындық қайда? Білмеймін, ойнап жүрген шығар. Кеше түнде үйде қонды ма? Қонған шығар, жүр ғой осында. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалың қалай ереке? Жақсы. Асығыс емес пе едің, бір шаруа бар еді. Не айта беріңіз? Ана мотоциклдің клапаны тарсылдап, бензин көп жейтін болды. 5 литр құйған бір күнге жетпейді, тағы да жолда қалдым. Әбден майтасы бәуре болдым. Соны уақытың болса бір қара жіберсең. Жақсы, сосын қарап беремін Молдеке. Қазір асығыс едім, кешіріңіз. Жарайды. Көке, тезірек айтыңыз. Маған кету керек. Неше күн болды, қандай сер, соны айтыңыз, маған мен жазып алуым керек қой енді. Жаз. 2 күн болды. Арам батқыр 3 күлі жоқ. Ізденбеген жеріміз жоқ. Ана әкімге айтсам тыңдайтын түрі жоқ. Әкім мен сіздің сиырыңыз іздемейтін жер. Неге іздемесін? Онда несіне әкім болып отыр? Қарағым, мен саған айтайын. Ол ұры алыстан келген жоқ. Осы өзіміздің... Көке, тоқтай тұрыңыз. Алдымен біліп алайық та, сіздің сиырыңыз ұрланды ма жоқ па? Бір батпақта жатқан шығар? Одан да маған сиырыңызды сипаттап беріңіз, суреттеп беріңіз қандай екен. Не сурет салатыны бар? Кәдімгі сиыр енді. 2 мүйізі бар, 4 аяғы, бұзауы тұр үйде, бейшара жылап. Көке, қандай да бір сиырды табу үшін айрықша белгісін білуіміз керек. Айрықша белгісін айтсаңызшы маған. Болмаса түстен кейін келесіз ба? Маған қазір кету керек та. Тоқтай тұр. Айрықша белгісі дедің бе? Иә. Ол сасық, мөңірегенде бар ғой. Даусы жер жарады. Ана кемпірдің де жүрегі ұстап қалады. Сол мөңіресе. Көке, маған срочно кету керек. Мен түстен кейін сіздің үйіңізге өзім соғайын. Жарай ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Молда бол. Сәкең аккумулятор жоқ. Кәдімгі қара аккумулятор машинасынкі. Енді? Соған не істейін, арыз жазайын ба? Жаз, бірақ түстен кейін келесің бе? Сен қарағым, тұра тұр. Мұнда менің сиырым жоғалып отыр. Алдымен соны тауып алайық. Сен полиция бала отыр. Отыр енді. Жақсы. Дұрыстап жаз. Ербол, не болып қалды өзі? Түсіндіріп айтшы. Машина жоқ. Ерхат алып кетті. Қалай? Солай. Папам. Беке, мен сенің ақшаңды. Сенің ақшаңды қайтаратын шығармын. Ерхаттан машинаны алғанша біраз уақыт кететін болып тұр. Сенен де ұят болды. Ұят болғанда қазір түсте Айдар келеді. Оған не деймін? Білмеймін. Қайтара қояйын десем, қазір ақша да жоқ. Қалай сонда? Кеше берген ақшаны жұмсап үлгергесің бе? Машинада жоқ, ақшада жоқ. Түк түсінсем бұйырмасын ерге. Кеше ақшаны Сәкеннен беріп жібергем. Үй апарып беру керек еді. Ал кешінен бері үйде жоқ. Түнде үйге қонбаған. Міне қазір Сәкенді таппай жүрмін.
Ал машинаны Ерхаттар үйден ұрлап әкеткен. Енді түсіндің бе? Ахмет, мені участковыйға апарып тастаңызшы. Кел отыр. Сәкен қайда сонда? Білмеймін, өзім таппай жүрмін. Кешеден бері келген жоқ деп тұрмын ғой. Сәкен жоқ дейсіңдер ме? Иә, Сәкен мен сағындық. Кешеден бері келген жоқ, үйге қонбаған. Сіз көрген жоқсыз ба? Көрдім. Кеше балыққа апарып тастадым оларды. Қайда? Балыққа? Кеше түс қайта Ақөткелдің үстіне апарып тастағанмын. Бірақ күн батпай ертерек келеміз деп айтқан екен. Қатынға не деймін сонда? Өлем ұсталдыңдар ма? Не, мен алдайын деп ойладыңдар ма? Жатайсыңыз. Кел пистолет. Эх, Байділда. За разбой нападения и за незаконное хранение оружия. Білесің қанша жыл кететінді? Әкімнің машинасын тонағанда сендер деп ойлаймын мен. Айт кәне, Ерхат қайда? Айт деме. Не болсын же таңырқанып қарап, аяғы ұсталып қалдым деп таңғалып тұрсың ба? Әлде бұл деп ұсталып қалатын білгенде қамырға тойып алатын бедің, Міне, қара. Міне. Өзінше тығылып жатыр ғой мені. Тұр кәне. Шпана. Тұр демесің. Солма. Міне осы жерге әкеп тастаған болатын. Сәкен! Сағындық! Бақа, Сәкен! Молдеке орман жаққа кеткен шығар. Арақ барып көрейікші. Жарайды, кеттік. Ой. Не болды? Бензинім бітіп қапты. Мұныкі осы ғой. Қырсық. Сабыр етейік. Сынақ деген осындай адамды бір жайсыз үйге қалдырады. Күтімнің іздеуде азап бар ғой.
Айттым осыған, Ерболға сенбе деп. Ол сөзіне тұрмайды. Эстоға келген адамдардың барлығы ылғи жылап жүреді. Ән істеп берем, мін істеп берем. Соңында сол адамдардың барлығы жүгіріп қалады. Жалпы қиын жігіт қой. Ешкімнің көңілін қалдырмайды ғой. Бір адамға жоқ демейді. Сосын өзі үлгере алмай жүреді. Негізі адамның сыртын жамандауды жақсы қасиет емес екен. Енді не істейміз? Мүмкін маған өте берерсің? Бастайық? Жоқ, бір адамға өте алмаймын. Жүр онда, мен сені үйге жетіп істеймін. Бұл машинаны ешкім таппайды. Кешкі ғана бұл қала. Сол стволды өзім аға келесем баптым да. Жап. Сен ақтан үшін бәқті? Ана алаяқ құмалашын баласы емессің бе сен? Мен қазір қолымда алам, айқайлайтын болсаң, мойныңды үзіп алам. Сенің бе? Танисың ба мені? Отсайшы. Так, қарны ашты ғой. Не істеймін мен сені? Тауыздап жүк қоямау деймін осы сені. Сөйтейін. Ай-ай! Сынақ деген осындай болады дедіңіз бе Молдеке? Иә, осындай. Сынақтың оңайы жоқ. Әйтеуір менің басымнан сынақ бір кетпеді ғой. Не істесем де, не ойласам да, жолым бір болған емес. Олай деме Ереке. Сенің осылай өз аяғымен жүруіңде үлкен бір нығмет. Дәл қазір осылай екеуміз жүріп келе жатқанда, екі аяғынан, екі көзінен айылып жатқан жандар қаншама. Дәл қазір біреу түрмеге түсіп жатыр. Ал енді біреу ауруханада төсекке таңылып жатыр. Сондықтан жолын болмады деуің күпірлік болады. Сен нағыз жолы болушы адамсың, Ереке. Папа анау, өзіңіз білесіз. Маманың да денсаулығы күрт нашарлап кетті. Биыл сырттай болса да оқуға түсемін деп ем. Таныстарды таптық. Машинаны да сол үшін саттық. Осы жолы бәрі жақсы болады деген кезде, бәрі босқа кетеді. Мендікі сол әйтеуір. Сен амалын жасаған шығарсың. Бірақ ең маңызды бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтысың. Ереке, осы маңызды нәрсені елдің көбі ұмытып кетеді. Ол не екенін білесің бе? Ол тек бір Алладан ғана сұрау. Барлық нәрсе Алла Тағаланың жаратқанымен қалауымен болады. Бүкіл әлемнің ақшасын жинасаң да, бүкіл әлемнің жақсы жайсаңымен таныс болсаң дағы, Алла Тағала қаламаса өз ойыңдағыны еш уақытта жүзеге асыра алмайсың. Неге? Мен бір жаман нәрсені жоспарлап жатқан жоқпын ғой. Әке-шешемді асырасам деймін. Іні қарындасымды жеткізсем деймін. Мен бір кісі тонап, ел алдайын деген оймен жүрген жоқпын ғой. Дұрыс қой. Мәселе сонда. Сен тек қана өзің жоспарымен, оймен ғана шектелесің. Алла Тағаладан сұрауды ұмытып кетесің. Дұрыс, алдыңа мақсат қой. Жоспар жаса. Бірақ сол мақсаттарың, армандарыңды Алла Тағаладан сұрауды ұмытпа.
біз осы жерден адасамыз. Бәрін тек өзіміз жасаймыз. Өзіміз жетеміз деп ойлаймыз. Айтшы, соңғы рет қашан екі алақаныңды жайып, Алла тағаладан осы мақсат армандарыңды, тілектеріңді сұрадым. Ең бастысы, үміт үзбеу керек. Алла өзі мұсылман құлдарын тастап қоймайды. Біз мұсылманбыз. Демек Алла тағала бізбен бірге. Тек бізді адасудан сақтасын. Кез келген нәрседе қайыр бар. Сен оқуға түсе алмауыңда да бір үлкен қайыр бар. Біздің мына темірді итеріп, терлеп тепшіп келе жатқанымызда бір қайыр бар. Бір Алланың қалауымен болады. Ереке. Жыңғыл сай жақта дейсің ба? Машина сонда сол жаққа бір тық қойдыңдар ма? Бау еспелер ай. Сонда бір машина үшін адам өлтіруден тайынбайсыңдар, Сендер мүлдем түсіне алмайтын шығармын мен. Не үшін? Ақша, карта, сонда өмірдің мәні сол ма? Мына арыз. Көктемде тұқымдыққа бөлінген ақшаның жартысы жерге ұшты. Қызың қалада оқыпты деп жазылған. Әлде сол тұқымдыққа бөлінген ақшаны мешітке жұмсадыңыз ба? Бәке, о не дегеніңіз? Таза спонсорский ақшаға салынған мешіт ол. Ал енді егіндік мәселесіне келсек, көктемде үсікке шалдыңды ғой. Бәрі үсіп кетті, шықпай қалды. Тағы да болса, өздеріңіз бөлінген қаржының біразын сақтап қойғанбыз. Соған қайтар ектік қой. Сайлау, сіздің жұмысыңызды жақсы білем. Менің жеке сізге претензиям жоқ. Айналдырған 10 ауылдасыңыздың көңілін таба салсаңызшы. Ай сайын артыңыздан арыз келе бергенде жақсы емес қой. Бір рет емес, екі рет емес, өзіңізді қыстығын ескерттім. Түсінем. Ел іші болғаннан кейін бірлі жарым ондай адамдар болады ғой, бәке. Жарайды, сіз жүре беріңіз. Ең бастысы ауданның арасы біткен жоқ қой. Өз активтеріңізбен мәжіліс жасап ақылдасыңыз. Жақсы, жарайды. Бәке, өзіңізге бір сұрақ. Арыздың иесі кім екен? Оны сізге білген не пайда? Жақсы, рахмет. Арыз жазған Жексен Айдаманов. Баха! Баха! Өлейін деп жатсың ба? Жоға. Онда көзіңді ашып жатшы. Қандай жаныңды әтті? Мына сағындық қайда кетті өзі? Сен жүре аласың ба? Білмеймін. Тұрып көрші, ішің қай жері ауырып тұр? Бірі ауырып тұр ма? Иә, тұра алмайым. Онда сен жата тұр. Мен сағындықты іздеп келейін. Егер сен жоғалып кетсеңші? Онда осында қаласың. Келесі жылы сенің сүйегіңді табамыз. Әрине, егер қасқыр қалдырса. Кішкене қойған сияқты. Кеттік. Сағындық! 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 Сағындық, не болды? Не болды? Сағындық, амансың ба, не болды? Не болды? Ана жақта ер қатпен сойып жеймін деп. Пышағы бар.
Мә, су ішіп ал. Елдос, алдың жерін тексере салшы. Адам жоқ қой. Принтер қайда? Че, плохо работаем, что ли? Бар ғой. Күндіз қой үйлерінде жатқан шығар. Ана халтурщик Ербол қайда? Бокс жабық тұр ғой. Осы маңда жүр. Осы маңда жүргенде жұмысқа келме бүгін? Қазір келеді. Жұмыста жоқ екен Сәрсен аға біле ма? Үйтіп айтқан жоқпыз ғой жәкем. Осы маңда жүр, қазір келеді. Сәрсен аға, қалыңыз қалай? 17-ші үліш таптың ба ма? Эстода ел ренжіп кетіп жатыр. Клиенттерін жоғалтасыздар ғой, бұлай жалғаса берсе, аға. Ербол жұмысқа келмепті. Кеше де келмеген екен. Соны өткенде жұмыстан шығарып жіберу еді негізінде. Айттым ғой сізге. Аға, сосын маған қарызға 20 мың теңге бере тұрыңызшы. Неге болғанда машинаның кредитін төлейін дегенім. Алдыңғы айдыкін қосып 100 мың қайтарып берем аға. Жоқ дейсіз ба? Жарайды. Шадин. Ақшасы бар. Жиеніне 50 мың теңге қимайды. Ерқат мен сойып жеймін деді. Әрең қашып құтылдым. Ол бұл жерде не істеп жүр екен? Қорықпа. Ерқат адам жемейді. Әдейі қорқытқан ғой сені. Сәкен қайда, соны айтшы. Ол енді ауылға бармайды. Неге? Сандық. Айта бер, не болды? Сәкен қайда? Ол осы орманда тұрам деген. Енді үй салатын шығармыз. Неге орманда тұрам дейді? Ауылға неге бармайды? Өйткені сіз берген ақшаны жоғалтып алды. Ақшасы құрсын. Өзі аман ба, соны айтшы. Жоқ. Оның іші ауырып жатқан. Жоқ, бақаның іші ауырып жатқан. Жүр, жолды көрсете аласың ба? Мен ол жаққа бармайым. Сағындық, олар адасып, қасқырға жем болса ше. Сонда сен достарыңды орманда тастап кете бересің бе? Жоқ, тастамайым. Онда жүр кеттік. Біз қасында боламыз. Жүр, қорықпа. Саған ешкім теспейді. Жүр. Мәссаған, сендер мұны не білсіңдер? Ербол, сен күтіп болмағансың, өзім шығып кеттім. Солай болып қалды. Әні байдылдан ұстап болдым. Ерқат сенің машинаңды жыңғылсайда тығып отыр екен. Қазір ұсталады. Не мәселе қайда жатыр? Так, қалай етсек екен, Әнесі орманда адасып жүр. Сағындық аясынан жолықты. Ерқаттан қашып кетті. Әнесі? Сәкен ба? Түсінсем бұйырмасын. Бұлардың орманда не жоғылды? Айбар, сендер Ахмет екеуің жүре беріңдер. Мен Сәкенді тауып алайын. Мына ыстықта бір деңгейге ұрынып қалып жүрер. Машина деп жүріп, бауырынан айырылып қалмайын. Сағындық маған жол көрсетеді. Солай ма? Ереке, сен де онда мотоциклді мініп кетсеші. Айбар 5 литр бензин құйып берші. Жарайды. Концерн түбінде болған.